Volkswagen туралы 10 дерек. Volkswagen штаб-пәтері Вольфсбургте, Төменгі Саксония, Германияда орналасқан неміс автомобиль өндірушісі. 1937 жылы нацистік партия жанындағы Германияның еңбек майданы негізін қалаған және Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Британ армиясының офицері Иван Хирст жаһандық брендке айналдырған ол әйгілі Beetleмен танымал және ең ірі Volkswagen тобының флагмандық бренді ретінде қызмет етеді. 2016 және 2017 жылдардағы дүниежүзілік сатылымдар бойынша автомобиль өндірушісі. Топтың ең үлкен нарығы Қытайда болып табылады. Ол өз сатылымы мен кірісінің 40%-ын қамтамасыз етеді. Оның атауын неміс тіліндегі Volk және Wagen терминдерінен шыққан, біріктірілген кезде халық көлігі деп аударылады. Volkswagenның тарихы 1933 жылдың күзінде Берлиндегі Кайзерхоф қонақ үйінің залдарының бірінде басталады. Үш әңгімелесуші болды: Адольф Гитлер, Daimler-Benz компаниясының өкілі Якоб Верлин және Фердинанд Порше. Гитлер талап қойды: неміс халқы үшін құны 1000 рейхсмарктен аспайтын күшті және сенімді автокөлік жасау. Сондай-ақ автокөлікті жаңа Германияны көрсететін жаңа зауытты жинау керек болды. Гитлер сызбаны қағаз бетіне түсіріп, бағдарламаның негізгі тұстарын атап көрсетті және мемлекеттік тапсырыстың орындалуына жауап беретін дизайнерді атауды өтінді. Джейкоб Верлин Фердинанд Поршенің кандидатурасын ұсынды. Болашақ көлік Volkswagen халық көлігі деп аталды. Соғыс аяқталғаннан кейін кәсіпорын Вольфсбург оккупация аймағында орналасқан британдықтардың бақылауына өтті. 1945 жылдың күзінде ағылшын билігі зауытқа 20 000 автокөлікке тапсырыс берді. Бірақ 10 жылға жуық уақыттан кейін автомобильдің жаппай өндірісі оның бастапқы модификациясында басталды. 1947 жылы Volkswagen Ганновердегі экспорттық жәрмеңкеде көрсетіліп, көпшіліктің назарын аударды. Зауыт Голландиядан 1000 автокөлікке алғашқы шетелдік тапсырысты алса, 1948 жылы Швейцария, Бельгия, Швеция және басқа елдерден тапсырыстар түсе бастады. 1948 жылдың қаңтарында Volkswagenның басшылығы ауысып, оның бас директоры болып неміс технократтарының жаңа буынының өкілі Генрих Нордгоф келді. Жаңартылған басшылық автомобиль зауыттарында жұмыс істеген, халықаралық тәжірибесі бар және қораптан тыс ойлай алатын сертификатталған инженерлерден тұрды. Олардың келуімен машина жетілдіріліп жаңартылды. 1949 жылы 30 маусымда Германияның ішкі нарығында автокөліктердің сатылуын арттыру үшін Volkswagen Finanzierung Gesellschaft құрылды. 1949 жылы жаңа шанағы бар модельдер шығарыла бастады. Конверттелген және лимузин. Жаппай өндірісте ішкі жабдық ыңғайлы болды. Ішінара синхрондалған қозғалтқыш орнатылды. 2021 жылдың 16 наурызында компания алдағы 10 жылдыққа арналған жаһандық даму бағдарламасын ұсынды. Ол аккумулятор өндірісіне ауқымды инвестицияларды және топтың сатылымдарындағы электромобильдер үлесінің тұрақты өсуін қамтиды. Volkswagenның басты мақсаты 2025 жылға қарай электрлі көліктер нарығындағы көшбасшылық. Бұған дейін 2019 жылы Volkswagen мен Ford коммерциялық көліктерді, соның ішінде электромобильдер мен өздігінен жүретін көліктерді бірлесіп дамыту үшін альянс құрған болатын. Альянс аясында компаниялар автопилот жүйелерін әзірлейтін Argo AI стартапына $2,6 миллиард инвестициялады. Компания айналымы €279 миллиард 2022 жылы. Компанияның операциялық пайдасы €22,1 миллиард 2022 жылы. Компанияның таза пайдасы €15,8 миллиард 2022 жылы. Назарларыңызға рахмет.